Киелі сахнамызда шашын бояп, құлақтарына сырға салып, аулары салақтаған әншілер қаптап кетті. Солардан жиіркенгеннен кеткім келеді, кетіп барамын. Сәлеметсіз бе? Бұл хабарламадан басқалардың хабардар болуын қаласаңыз, бейне астында лайк түймесін басып, арнамызға жазылыңыз. Киелі сахнамызда шашын бояп, құлақтарына сырға салып, аулары салақтаған әншілер қаптап кетті. Солардан жиіркенгеннен кеткім келеді, кетіп барамын. Құлақтарына сырға салатын бауырларым, астағфираллах, олар менің бауырларым емес. Бауырларым болмай-ақ қойсын. Бұдан өзге тізесі жыртық киім киетін қарындастарым бар. Соларды көрген кезде сахнадан кеткім келеді. Қазақ сахнасы оларды менсінбеу керек. Соларды жақтаған аға-апаларыма өкпелімін, деген болатын Тоқтар Серіков айта берсін бағдарламасына берген сұхбатында. Осыдан кейін қос ғашық өнерден кетеді деп жұрт шуласты. Тыңдармандары олардың кетпеуін сұрап өтінді. Арасында мұны дұрыс шешім деп бағалағандар да болды. Алайда әншінің өзі сол кезде ашынып айтып қойған тілге тиек етіп жатыр. Ол бүгін жексенбі бағдарламасы арқылы халыққа өнерден ешқашан кетпейтінін айтты. Сол сөздерді айтқанымда сол сәтте қатты ашынып кеткенім де рас. Бірақ жұрт тура мағынасында қабылдаған екен. Кетем деген жоқпын, бар болғаны кеткім келеді дедім. Оның өзіндік себебі де бар. Шаштарын түрлі түсті етіп бояп, құлақтарына сырға тағып, қазақ өнеріне зиян келтіріп жүрген келімсектер, жастар жүр. Солардан қатты жиіркеніп, өкпе назымды білдірген едім. Сахнаның қадірі әбден қашты. Бізге бола әңгіме өрбітіп, Тоқтар мен бейбіт өнерден кетпеңіздерші деп ілтипаттарын білдіріп жатқан тыңдармандарымызға көп рахмет. Менде кету деген ой жоқ. Қазақта битке өкпелеп, тоныңды отқа жақпа деген жақсы сөз бар.